Әлеуметтік желіден, интернеттен білім алып, солай діни сауаттылық ашу дұрыс па деген сұраққа дініміз былай деп жауап береді. Адам баласы бір бағыт таңдаса, соның ішінде діни бағытты таңдап, діни сауаттылығын арттырам деп алға мақсат қойған болса, ең бірінші сауатын әрине білікті, білімді ұстаздардың алдында отырып, кітап ашып, солардан үйренген дұрыс. Ал әлеуметтік желідегі түрлі шығып жатқан ұстаздар, әсіресе шетелдің ұстаздары, соларды тыңдап, солардың уағызынан өзімізге кері әсер алып, еліміздегі қазақ даласындағы дәстүрлерімізді жоққа шығарып, сондай теріс ұстанымға ауысып кету қаупі бар. Сол үшін де білімді әрине өзіміздің мешіттеріміздегі ұстаздардан алып, алдынан алған дұрыс. Интернеттегі ұстаздардан білім алуды біз құп көрмейміз. Өйткені сіз білмейсіз, ол адамның қандай бағыт ұстанатындығын, қандай кітаптан, қандай ұстаныммен сізге пәтуа беріп жатқанын білмегендіктен, сіз соны ұстаз көріп, соның алдынан білім алып, соныкі дұрыс деп, кей мәселеде шатасып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін интернеттен білім алмай, білім үйренгіңіз келсе, білімді деген заңды жұмыс істеп жүрген ұстаз теологтардан келіп алғаныңыз дұрыс. Әлеуметтік желідегі білім білінбес, ол тек қана ақпарат. Ал білім ол ұстаздың алдында тізені бүгіп, кітап ашып, содан білім алған дұрыс болады.